Ассалаумалейкум достар, сіздермен мен Ақиқат каналы достар. Қазірден бастап лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Және де каналға тіркеліп, қоңыржаны шертіп кеткенде қуанышты болар едім. Достар, видеоның тақырыбына көргендеріңдей, біз бүгін YouTube канал қалай ашуға болады, сапасы бар YouTube канал қалай ашуға болады. Және де шапка, және де аватарка қалай қойға болады деген сұрақтарға мен жауап беремін достар. Достар, енді біз көп сөйлемей видеомызды бастаймыз. Міндетті түрде арнаға тіркелеміз, колокольчикті шертеміз, және де лайкты аямай басып кетіңдер. Короче, давайте біз видеоны бастаймыз. Мінекей достар, біз қалай жасаймыз? Шапка және де аватарка қалай жасаймыз? Мінекей, өзіңіздің YouTube'қа кіресіз. Қазір. Өйстіп, өзіңіздің каналыңызға кіресіз. Өзіңізді ашқан болсаңыз, мінекей, өзіммен новый аккаунт аштым. Мінекей, көрдіңіздер ма? Аватарка, мінекей, шапка. Осылай қалай қоюға болады? Соны қазір көрсететін боламын. Достар, мінекей, өзіңіз қазір жетеміз. Алып түсек мындан. Қазір біз сіз Play Marketке кіріңіз. И сосын мына приложениені жаздырып алыңыз. Міне осыны жазып алыңыз да. Мінекей осындай. Мен уже жаздырып алдым. Осыны. Сосын жаздырып алған кезде жаздырып алса Googleға кіресіз. Googleға кіргеннен кейін Free Fire деп жазасыз. Free Fire. Ой, менде қуып кетті, кешірім сұраймын. Не кетті мұны? Мінекей Free Fire деп жазамыз. И сосын сразу открытымыз. Картинка дейміз. И сосын бүйтіп іздейміз. Бүйтіп іздейміз сосын. Қандай Free Fire'дың картасы болу керек. Тоқта. Қазір іздейміз, көрейік. Что-то табылмай жатыр, достар. Табылмай жатыр. Демек, бүйтіп карта деп жазайық. Free Fire карта дейміз. Мынандай карта ашып кетті. Бізге андай карта керек. Қазір көрсетемін сендерге. Іздеп жатырық. Мысалға мынаны алайық салайық. Мысалға осындай карта. Өзіңіз осындай карта таңдап аласыз. И сосын оны скачать етіп аласыз. Скачать етіп аласыз. И сосын шығып кетесіз да. Шығып кетесіз да. Free Fire дейсіз да. Сосын ағылшынша жазасыздар. Қазір. Осылай. И сосын осылай. Тоқта. Мінекей, осылай жазасыздар. И сосын отключить етесіздер. И сосын яқтан өзіңіздің любой бір неңізді таңдайсыз. Персонажыңызды таңдайсыз. Мысалға мен мынаны таңдай салайын. Мінекей, осыны таңдай саламын. Соны скачать етіп аласыз. Скачать етіп аласыз. Сосын шығып кетесіз да. Сөйтіп шығып кетесіз. И содан кейін бүйтесіз. Шаблон дейсіздер. Шаблон для шапки. Мінекей, осылай жазасыздар. Шаблон для шапки деп жазасыздар да. Любой мысалға мынаны таңдадым мен. Тоқтаңыз. Бұл емес. Мына сарыны таңдадым. Мінекей, осы любойның үшін таңдайсыз да. Осыны скачать етіп аласыз. Да. Сосын өзіңіздің жаңағы жазған приложениеға кіресіз.
оқты басасыз. Мінекей мен өйстіп не істеймін. Қазір бұны алып тастайық. Новыйдан ашатын боламыз. Қазір осылай удалитен бәрін. Мінекей жаңағы қоясыздар өйстіп жүр. Сосын соны бүйтіп іздейсіздер да. Мынаны басасыздар. Мына суретті басасыздар. И сосын мынандай суретті шығады. И сосын бір андай не карта бар ғой. Карта қайқа кетті екен. Бір жаңағы картаны таппай қалдым. Кешірім сұраймын. Бір мына картаны ала салайын. Окей деген басасыздар. Сосын сол алған картаңызды өйстіп кішкене үлкейтесіздер бүйтіп үлкейтесіздер. Осымен размер осымен болу керек бүйтіп. Өйстіп бірдей қыласыздар да. Өйстіп істей бересіздер. Бірдей қыласыздар өйстіп. Бүйтіп бірдей қыласыздар да. Размерін бірдей қыласыздар, өйстіп жүресіздер. Өйстіп жүресіздер. Тоқтай тұрыңыздар, мына меха қойып тұрайын, мешет етіп тұр. Кішкене кішірейтеміз. Өйстіп бірдей қыласыздар. Өйстіп жүре салайын. Мінекей енді астын кішкентай етеміз де өйстіп. Мынамен бірдей қыласыздар. Өйстіп бірдей қылып болғаннан кейін, өйстіп болғаннан кейін мынаған плюсикке басамыз. Сосын мынандай бір ат келеді. Соның үстіне 2 рет бассаңыздарыңыз өйстіп шығады. Өзіңіздің каналыңыздың атын үлкен әріппен жазасыздар. Өйстіп. Мысалға менікі мысалға ERAFF деп қоясайын мысалға. Мысалға өйстіп қойып қоямын, ок деймін. Енді сосын бұны үлкейтеміз өйстіп. Үлкейтеміз. И сосын мына жақтан бүйтіп іздейсіздер. Мына бояйсыз үстін. Бір қызылға бояйсыз ба, мына осындай боясақ, міне. Бір осындай. И сосын мына плюсикті басасыз да. Өйстіп тағы да іздейсіз өйстіп. Іздейсіз да өйстіп. Қақта кейін қақта тауып алайын. Қазір плюсик қала плюсик. Плюсик қайда екен? Плюсик қайда екен таппай қалып тұрмын. Мінекей міне осыны басасыздар да. Қой, тоқта дұрыс емес істемек қойыңдар. Дұрыс емес қайсы екен таппай қалдым. Мінекей осы плюсик мынаны басасыздар да. Баспай қойыңыздар. Осы плюсикті басасыздар, қайтадан осындай шығады. Осындай. Сосын оны басасыздар 2 рет үстіне жаңағындай өзіңіздің тағы да каналыңыздың атын жазасыздар. Өйстіп мен ERAFF деп жазамын. Өйстіп жаздым. Енді бұны үлкейтесіздер. Үлкейтесіздер да. Үлкейтесіздер. И сосын бұны ақ светке бояймыз. Қазір. Мінекей осыны ақ светке бояймыз. Өйстіп ақ қойық қазір. Обязательно ақ свет болу керек бұл. Тота боялмай жатыр что-то. Ақ светке боялмай жатыр ғой. И жарайды. Короче, менде боялмай тұр. Мен, короче, өйстіп осы бір-бірінің атына өйстіп үстіне қоясыздар, өйстіп. Өйстіп бір-бірінің үстіне қоясыздар. Өйстіп бірдей көрін. Бүйтіп кішкене үлкейтіп жіберейін мен. Өйстіп қоясыздар. Тағы үлкейтіп жіберейін. Мінекей, көрдіңіздер ма? Өйстіп әдемі болып көрініп тұрады. Өйстіп мінекей, көрдіңіздер ма? Енді біз бүйтеміз. Өйстіп іздейміз да, тағы да мынаны басамыз. Мына суретті басамыз да, өзіміздің жаңағы осы персонажымызды аламыз өйстіп. Суретімізді. И сосын бұны кішірейтеміз. Тағы кішірейтеміз. Өйстіп бірдей қылып қоясыз. Өйстіп қойып қоя саласыз өйстіп. Кішкене ортаға қарай істейік, бүйтіп. Бүйтіп мынаны ортаға қарай апарайық та. Сосын қайттан үстіне қойып қойын, бүйтіп.
мінекей. Енді мынаны өстіп қойып қоясыздар. Кішірейтеміз. Өстіп қоя салдым мен. Мінекей. Мысалы өстіп қойып қойдым. Енді бұны бүйтіп іздейсіздер да. Іздейсіздер. Тоқта. Қақты еді. Мінекей осыны басасыздар. И сосын мынаяққа обязательно бүйтесіздер. Обязательно 2650 деп жазасыздар. 2650. Мынаған 1440 деп жазыңыздар. Сосын окты басасыздар да. Мынаяқта төбеде тұрған осыны екіншісін басасыздар. И сосын мынаны басасыздар. Міне. Өстіп копирайт аласыздар. Болды. Енді біз сөйтіп копирайт етіп біз неде тұрады? Мінекей. Галереяда тұрады біздің жасағанымыз мінекей. Сөйтіп қоя саласыздар YouTube'қа. Қалай қояды десеңіздер мінекей. Қазір мен үйретіп берейін сендерге. YouTube'қа кіресіңдер. YouTube'қа кіргеннен кейін қазір кірсін. Күтеміз достар. YouTube'қа кіресіздер. И өзіңіздің каналыңызға кіресіздер. Мой канал дейсіздер. Сосын мына ручканы басасыздар мынаяқтағы шеттегі. И сосын мынаяқта міне көрдіңіздер ма? Міне. Осыны мінекей көрдіңіздер ма? Мынаны. Осыны басасыздар. Мына фотоны осыны. Содан кейін өзіңіздің жаңағы жасаған суретіңізді қоясыз. Болды. Көрдіңіздер ма? Осылай істейсіз. И аватарка қалай қоюға болады деген ненің үйретейін қазір. Мінекей былай қояды. Оны мынандай приложение жаздыру керек. Мінекей. Осындай приложение қазір көрсетейін. Мінекей осындай приложение. Осыны, мынаны. Осыны жаздырып алуыңыз керек. И содан кейін соны жаздырып болғаннан кейін Play Market'тен и содан кейін соған кіресіздер емес енді. Бірінші Googleға кіруге, Googleға. Қателесіп кеттім, кешірім сұраймын. Googleға кіреміз. Мынаған кіреміз естіп. Кіресіздер да. И содан кейін бір Ava дей саласыздар. Ava дегенде енді Ava емес. Мысалға мен табиғат таңдайын, табиғат деп жазам. Естіп. Табиғат таңдайын. Любой бір табиғат. Мысалға мынаны таңдай салайын. Осыны скопировать етіп аласыздар. Копировать еткенде скачать етіп аласыздар. Сөйтіп жаңағы приложениеға кіресіздер. Мен айтқан осыған. Сөйтіп кіресіздер да. Мінекей кіріп жатыр. Кіресіздер, X-ті басасыздар. Оны контур дегенде басасыздар. Бүйтіп жаңағы фотоңызды қоясыз, табиғаттың. Осылай любой бір фото қоя саласыз. Содан кейін мынаяқтан мынаны басып, естіп загрузка, чуть-чуть загрузка болады. Қазір осындай. Күте тұрыңыздар. Мінекей